Хизбут Тахрир иши бойынжа кечкен инсанларның апис муддетіні эки айға узаттылар. Адлиеджи Алексей Ладин аңлатқаны кебі, муддетінің кечкенінден соң қабатланылған инсанларның аписте бұлыну вақты бұрбучық еліні тешкіл етер. Ишлерінің бұ кебі тұрынды бұ аписте бұлынуының азами муддетідір. Оның айтқаны кебі топлашывда Русия махкемеджесіве қабатлайджи тарафының темсілжесіне рет етув білдірілгені еді. Ама махкемеджи адет үзре бұны қабыл етмеді. Хизбут Тахрир Ялта иші бойынжа кечкен бірінші дорт инсаны 2016 сенесі февральның 11-інде тұтып алған еділер. Олардан ән белі сойы инсанықлары бойынжа контакт группасының азасы Эмир Усейн Куку. Русия юқары махкемесі Хизбут Тахрир тешкелетіні 2013 сенесі ясақлаған ве террористик олып адландырылған 15 тешкелетінің сарасына кірсеткен еді.